Сондықтан пайғамбарымызға тіл тигізіп жатқандар, араб құл деп жатқандар, дін әшейін апиын деп жатқандар, бұлардың барлығына әлі де мүмкіншілік бар негізі. Босқа қырсығып, өтірік намысқа салынып жүруге болмайды ғой. Болмайды. Өтірік намыс. Түсіндім, жігіттер, қателестім мен. Міне ақиқатты көзім жетті деп қабылдаса, ешкім оны сөкпейді, жазғырмайды. Кеше ғана өсіп жүретін деп оның бетіне баспайды ешкім. Ешқандай. Алла қайта күнәсін кешіреді. Мысалға да сөйтіп жазып отырып, бүгінгі түнің соңғы түнің болып қалды да, мысалға деп айтайын. Пайғамбарды теріске инкар қылу бұл мүртәттікке апарады адамды. Автоматты түрде пайғамбарымызды діннен мойындама, бұл дінден шығарады адамды. Ла илаха иллаллах Мұхаммадун Расулуллах өйткені. Алланың елшісі Мұхаммад. Сол діннен шығып ұйықтадың ал, мысалға да, ұйықтағаннан кейін сенің тұруыңа гарантия жоқ азанда. Қаншама адамдар ұйқысынан тұра алмай кетіп қалған. Дұрыс па? Кетіп қалдың ал, мысалға сен үшін соңғы түн болды. Не деп айтасың Алланың алдына бар? Қырсықтығым ұстап қалды Раббым деп айтасың. Қызық емес Құдайға сенің қырсықтығың.